Премьер-министр Олжас Бектенов Алматыға жұмыс сапары барысында Каспий KZ'тегі Magnum онлайн супермаркетінің логистикалық орталығы мысалында ритейл саласындағы жаңа инфрақұрылыммен танысты. Қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясының басшысы әрі негізін қалаушылардың бірі Михаил Ламтадзе электронды коммерцияны дамытудағы жетістіктері туралы баяндады. Сондай-ақ жаңа логистикалық орталықтардың ашылатыны туралы да хабарлады. Каспий KZ'тегі Magnum онлайн супермаркетінің Алматыдағы ең ірі логистикалық орталығында 10 000 түрлі тауар ұсынылған. Оның жартысынан астамы қазақстандық өнімдер. Біз ерекше мақтан ететін бір көрсеткіш, сатылымның 50% қазақстандық өнімдерден тұрады. Яғни біз Қазақстанда өндірілген тауарларды біздің онлайн супермаркет арқылы сатуды мақсатты түрде дамытып жатырмыз. 2025 жылы онлайн супермаркетке 800 000-нан астам қазақстандық 5,3 миллион тапсырыс беріп, тегін жеткізу қызметін пайдаланған. Это онлайн супермаркет. Бұл онлайн супермаркет. Біз шамамен 3-4 жыл бұрын дамыта бастадық. Бұл Каспий KZ қосымшасына енгізілген толықтай онлайн қызмет. 100% онлайн жұмыс істейді. Тауарларды онлайн таңдап, 3 сағат ішінде алуға, пікір қалдыруға болады. Бұл қызметті пайдаланатын әр 10 адамның 9-ы өте жақсы деп бағалайды. Яғни адамдар өте риза. Тек Алматының өзінде бұл қызметті шамамен 200 000 отбасы пайдаланады. Каспий KZ компаниясының онлайн супермаркетке салған инвестициясы 53 миллиард теңгеден асқан. 4500 жұмыс орны құрылды. 5 миллиард теңге салық төленді. Сондай-ақ Алматы, Астана және Шымкентте Magnumның 6 логистикалық орталығы салынды. 2025 жылы Алматы, Астана, Қарағанды және Ақтөбеде тағы 4 орталық ашу жоспарланған. Сондай-ақ Михаил Ламтадзе үкімет басшысына цифрлық қызметтерді ұсынуға арналған 2 заманауи дата орталық Каспий Cloud жобасы туралы айтты. 5000 мегабайт қуаты бар 250 трек секундына 10 000 транзакция жүргізе алады. Бұл жобаға Каспий KZ тарапынан 14 миллиард теңге инвестиция салынған.